Сәлем достар. Бүгінгі видеода Қазақстан бойынша ең арзан поло қалай сатып алғанымды және қалай тюнинг жасағанымды тамашалаңыздар. Осы жерге келдім, мына жерде сатушымен келісіп. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сен баба алған деп жатқан? Колесодан звондап. Машина болса көр. Учетты өз атыңызда ма? Екінші хозяин ғой, өз атымда. Бәрі өз рады. Краскасы. Код қанша тұрмыз сіздің сәлем. Мына шіріп кетіпті, иә? Ашарым келе ма? Енді. Нет, кеткен дат бар ғой. Кетеді. Крышасы шпаклеванный ғой? Жоқ, көр тексер. Қандар басып көрсек. Көрдің? Өзі көрсетіп тұр ба? Давай қылсын. Шпаклевка ма? Не, тірі. Жарып кетті. Көрсетшімен қарсың, 18 көрсетіп тұр, нормально өзі. Машина радио краски деп тұр ма? Машина киіп қалған, соны несі қап қойған. Кетеді қор. Май ауысқан ба? Краска берсем, май ауысқан, бәрі ауысқан. Антивирус жеңеді осы. Крыша точно, крышасы как будто шпаклевка сияқты. Төбеден нелер тиген ғой, мен өзім Шымкенттің басым. Шымкентке барып келемін деген осы машина. Жолда бір қалдырған жоқпын. Шымкентке барып тұра ма? Шымкенттің трассасында өзің барып көрсең андай тара жақта қотыр бар бір. Иә. Тыңқ етпей өтіп кететін машина. Тыңда ғой состояние. Міне осындай машина. Міне бәрі жанып тұр ғой? Қосылғанда бәрі жанады ғой. Не амасы? Көрдің ба? Мотордың дауысы көрдің ба? Қалай дауыс шықпайсың. Цилиндрлары бүкіл айналып. Арқан қарайын көрдің ба? Түтін жоқ бар. Мотор діңдей. Түтін шықпайтын сияқты. Темекі түтіні. Неден 800-ге бола ма? 800-ге ойлану керек. Қанша енді соң? Біреулер заңда тұрыш. Ауыр. Сол отадық. Кеп көрсен бос бар. Түскен бағасы 1,9 миллион болып қалады. Қалдасын берем. Жанды бір бауыр кеп қарап қаласа. Уже алып қойды дейсаңыз, бағасы қадым. Уже алып қойды дейсаңыз. Давай, ертең келесің бе? Болды, алып қойды. Өзіңіз аласың ба? Алам. 1,9 миллионға келсек еді. Өте страшный, бірінші жуып алу керек. Және қазір крылоны қарас кетеміз, багажды қарас кетеміз. Төбесін қап-қара алдырып, типа стеклянный крыша сияқты панорама жасаймыз. Ең бастысы 250 мың теңгеге 17-ші диск саламыз. Алып қойдық ол дискіні. Тек қана ауыстыру керек болды. Мен досыма көрсетіп жатырмын, сатып алған көлігімді. Қалай айтасың бұлай? Қанша алдыңыз жалпы? 1,9-ға. Қанша деп тұр өтті? Негізі 2 миллион деп тұрған. Тұзақ миллион үшін ма сонда? Чотан тюнинг жасай береміз де? Менің қазір бірінші планым мына багажды көріп тұрғаныңдай біз шығып біткен шіріп жатыр. Осын қазір краскілейміз. Түгел тонировка. Бункерге сабвуфер саламыз. Мына енді кішкене минустар бар кузов жағынан. Как тебе, стоит, не стоит? Алушмен осы машина. Нормально ше. 6 миллион машинасы 1,9-ға. 4 миллион салып берсеңіз. Зор болады ше. Былайынан нормальный машина. Артынан қарасаң бірақ жылағың келеді, Не десеңіздер? Осындай колхоз. Колхоз емес сен? Оригинал 15 мың тұрады екен, бірақ біз студент болғаннан кейін бізде ақша айдан болсын. Осындай 2 мың теңгеге. Ал қазірге план пока что үйге барып тамақ ішу ма? Ораза. Қазірден бастап мына терезені ауыстырып тюнингімізді бастайын деп жатырық. Мынандай бағандай 1,5 теңгеге новый айна сатып алдық. Қазір осын салайық. Қандай 1,5 теңгеге?
Қайран мыңжарым. Рахандай мыңжарым теңге. Байды экономить етіп ауыстырмай қойса да болушы еді. Эффект болады қазір. Өшірсе. Өздерің рахаттансың деп. Хоба. Мына ескісі. Осындай монтажный фокустар бар бізде. Біздің Арман әкәміз бұрын механик айдамаған. Бірінші метрларын көріп жатыр. Қалай, былай негізі нормальный сияқты, Жоқ, машинам ходовкасы бәле зор. Коробка, мотор. Жаңа Шымкенттен келген ағамыз машина қарап айдаған сияқты. Скоростың бәрі четко түсеткен, Мынау негізі 1.900.000 вообще подарок қой машина емес. Ашин елдер ғой. Мына жақта велосипедист кетіп бара жатыр ма? Да, братан, қақып кетпейінші. Механика бірінші айдап келе жатырмын. Рөлі деген жиеп-жеңіл ғой. Мен де жаңа айдағанда шок болдым. Шашкалайды етеміз ғой. Бір-ақ пальчикпен айдай бересің. Қазір автомойкаға барып жуып алайын десек, барлық автомойкалар очередь болып жатыр. Видео түсіргенге де ыңғайсыз болатын шығар, кішкене басылғанын пробканы күтіп жатыр. Алматының пробкасы. Сенде права бар ма дей? Ты че, бабы садимайся, да? Конечно жоқ. Негізі жуып алмаса болмайды екен мына машина. Қыс бойы жумаған сияқты. Өзі қалай қараған машинам өстіп қарайын, бәле. Бірақ полик айта алмаймын енді. Кәмпит жатыр ма, мына жақта. Мынау колодка в подарок. Ничего себе. Өзі идеальный деп өтірік бөліп жіберді ана ағамыз. Мына жаңа айтқандай, мына қазір багажнигін краскілейтін боламыз. Мынандай қазір түрі бұның. Грунт деген сеуіп шықтым. Бірақ мен бір ақатен жеріп қойыппын. Мен болгаркамен тазалағаннан кейін мынаны бетін шкуртетуге еріндім. Содан кейін мынандай краскалар қалып қалса көрініп қалады екен. Пока біздің багажник кеуіп жатқан кезде төбесін қара пленкаға орап жатырмын. Багажникті краскілеп төбесін пленкаға орап біттім. Өзім жалсам до этого 5 ай бойы істедім. Просто бір орында отырады. Бізде уже келесі күн полный тонировка ұрып тастадым. Алдында да 5% тонировка. Виді өте дерзкий болып тұр. Кешке қарай қазір шашкавать етуге барамыз. Диск салдық еще. 250 мың дискісі. Төбесіне кішкентай спойлер, артына спойлер. Сонымен біздің машина дайын болды. И чуть-чуть занижение. Түгел бункер болып тұр. Уже менттар тоқтатты. Бүгін міне машинамды толықтай жасап шықтым. Қазір нәтижесін көрсететін болам. Әйтеуір мынандай бір әдемі жерге келдім. Көлігім қазір былай. Түрі осындай. Нәтижесі машинаның өте әдемі, бірақ тонировка жоқ. 2 күн жүрдім тонировкамен. Бүгін міне тонировканы штраф жазып берді тонировка үшін. Бірақ ештеңе жоқ. Ай сайын примерно стабильно 30 мың теңгеден отандық бюджетке салып тұрамын штраф төлеп. Отандымыз көркейе беруіне
қол ұшын тигізіп тұрамын. Норсико зайпал. Мен қайта камераға қарап отыр ғой, yapma Самат. Мә, қайран ұрыз деп отыр шыны. Аяқтарда ямы дахуя, братан. Күні қоңырауды шаласың. Смотрю! Марганет! Ой, бой! Султан катарчиктер! Светлен суды катарчиктер! Давай! Араш алмас қарыңдар. Мына! На месте 500 мың теңге. Шешесі, соғыстық бәләді. Yok lan. Böyle Arapski drift oldu ne çözdük ya sana siz. Pançıka talbım. Davı bandir git kanka şu davı. Açta şısı bandir git sal. Ya ne ukbettin al. Böyle almaz koydu çıkıntı. Skoş parmeda. Çok olmaz.
Види соус қойыңызшы. Бәрі мен бүйтіп отырған ғой. Молайдан тиіп отырған. Мына зорда тастаяқ қалды ғой. Прикинь, ебать. Бет бас нормально ма долбоёб? Бәле дармыш. Қанап отқан жоқ па? От алмас қанап. Прикинь. Кеткен ан долбоёб. Мен ұшып кеткен білмей ғой. Дым кетіп қашып. Басым су кетті ғой. Йопай. Басым тигіз болатыр мен жейсіз. Ремень тағу керек әкәсті. Жоқ үшісің. Джонни аты кім деді? Джонни аты кім сойғыл деді? Баш мынау кетіп қалған үшісің. Мынау кетіп қалған ғой. Алмат дөңгелек не болған көрдің бе? Таңғы түш? Мет басыңа қырып олдың сен? Басын не етті вайындатқанша машаны вайындап атсың ғой. Алмас вайындатпасын деп вайындатқан жоқ. Дым вайын жаққа мен еткеш. Короче, бүгін бамперін шешіп, фарын шешіп, бәрін шешіп, лонжерон чуть-чуть кетіп қалды, соны ағашқа байлап қойып, тартып алды. Бүгін уже келесі күн, міне алдын дым болмағандай жинақ қойдым. Ал мынау міне бір жеті бұрын мен офистан шығып, Мұқанов көшесімен встречамен келе жатқам. Менттар түсіріп баратыр. И тура алдынан шығады менттар. Көшенің шаңын шарып тұрып, қашып баратыр встречамен. Ұсталып қалдым. Мынау менің сотым болып жатыр. Сөйтіп менің правамды 6 айға лишайды деп жерді. Так что жігіттер көттеріңді басып, чуть-чуть спокойно жүре беріңдер. Сендерге берер советім, ешқашан встречаға шықпаңдар и ішіп алып айдамаңдар. Самое главное. Алған бәрі ерунда. Кодекса свидетельства об административном правонарушении назначается административное взыскание лишения на 6 месяцев права управления транспортом.